Өзіме келгенде ақша аяп қаламын. Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен дәл осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Маған көптеген консультацияға келетін әйелдердің басты мәселесі осы деуге болады. Және осы запрос арқылы көптеген проблемалардың шешімі ашылады. Яғни сол нәрсені реттеген кезде жолдасыңыз да сыйлық бере бастайды, жалпы потогыңыз да ашылып, армандарыңыз да орындала бастайды. Сондықтан да бұнымен жұмыс жасау керек. Жалпы армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Прям күнде бір инсайттар, бір шынымен мәселелердің шешімін тауып жатырмын. Сол себептен сіздермен бөлісу мақсатында бүгін YouTube каналыма видео түсіріп жүрмін. Бірақ бұл шынымен шын ниетмен, шын бір желаниемен дейді ғой, жасап жатырмын. Сол себептен бүгін осы тақырыпты бастаймыз. Жалпы неге әйел адам өзіне келген кезде ақша аяп қалады? Өйткені бала кезімізден егер де біз өзімізге бір нәрсе қалаған кезде немесе алғымыз келген кезде ел құсап жүре бер, не қыласың, немесе ұрсып жіберсе, я сен оны қайтесің, ақша қайда деген сияқты нәрселерді айтқан кезде әйел адам басылып қалады. Сол себептен де ол есейіп отбасы құрған кезде де, жалпы студент уақытында да көбінесе өзіне көп ақша жұмсай бермейді, көбінесе ата-анасына, балаларына, күйеуіне жұмсағысы келеді. Әрине, егер де сіз өзіңізге ақша жарата алмасаңыз, онда сізге ешкім ақша жаратпайды. Әсіресе қыздар айтып жатады, жолдасым мүлде сыйлық бермейді, жалпы ақшам аз, қарызға батып кеттім. Әлем сұрағаныңды береді. Егер сен өзіңе ақша ая алмасаң, яғни әлем не деп ойлайды? Саған ақша керек емес деп ойлайды. Одан кейін сіз қарызға батасыз, одан кейін жылайсыз, ажырасасыз, жолдасыңызға ренжисіз, ата-аналарым мойныма мініп алды деген сияқты. Кейде мысалға 30-да, 35-тегі әйелдер көбінесе келіп жатады, және осы мәселелердің бәрі көбінесе осында. Неге? Себебі сіз өзіңіз нені сұрайсыз, соны аласыз. Менің алдыңғы видеоларымда жалпы армандарыңызбен өте абайлы болыңыз және ойыңызбен абайлы болыңыз деген видео бар, соны қарап көріңіздер, көптеген сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Сол себептен де өзіңізге әр уақытта, мысалы жалақы алдыңыз ба, міндетті түрде 10%-ын депозитке, яғни келешекте маған керек болып қалады, немесе бір мақсат армандарыңызға жинаңыз, және 10%-на міндетті түрде өзіңе бір зат аласыз. 10%-дан басталады, негізі 50%-ға дейін жеткізуге болады. Қалғанын сіз отбасыңызға, балаларыңызға, жақын таныстарыңызға, өзіңіз кімге жалпы таратқыңыз келеді, соған ақшаңызды берсеңіз болады. Сол себептен де өзіңізге сіз бір зат алып үйренуіңіз керек, және өзіңізге күнделікті мне можно, яғни маған болады, мен өзіме рұқсат етемін деген фразаларды көбірек айтқан сайын сізге жалпы өзіңізге ақша жарату рұқсатын күніге өзіңізді үйрете бастайсыз, және міндетті түрде тек қана маған болады емес, міндетті түрде ақшаға мен ыңғайлымын, ақшаға мен лайықтымын, ақша мені жақсы көреді деген сияқты нәрселерді айтып жүруді үйреніңіз, және менде өзімнің авторлық кітапшаларым бар. Ұлы байлық маған қарай ағылуда деген аффирмация кітапшасы, және де Бодо Шефердің тамаша ақша потогына қатысты сөздер жинағын мен көп жылдар бойы жинағам. Содан кішігірім кітапша жасадым, барлығы электронды, сондықтан алып көрсеңіздер болады. Ал егер де сізде қандай да бір мәселе болса, осындай запростарыңызбен өзіңізге сұрақтарыңызға жауап таба алмай жатсаңыз, онда онлайн консультация келсеңіздер болады. Міндетті түрде барлығын сараптап, жауабын, шешімін айтып беретін боламыз. Сондықтан да бүгінге айтарым осы, еш уақытта өзіңізден аямаңыз, өйткені сіз аясаңыз, сізден бүкіл әлем аяйтын болады. Көріскенше күн жақсы достар. Және үшінші өте маңызды нәрсе, ол бізде мысалға мақсат көп, сол мақсатқа жету үшін біз кейде ұзақ уақытымыз кетіп қалады. Неге? Өйткені біз нақты мақсатқа жетер қадамдарымыз жоқ. Мысалға, мақсатқа жетер алды бізде нақты маңызды шаруаларымызды жазып алу керек. Өйткені шаруалардың маңыздылығы әртүрлі болуы мүмкін. Біреу өте маңызды, біреу аса маңызды емес, және вообще маңызды емес мақсаттар бар, тірліктер бар, мақсатқа жеткізер. Сондықтан да егер сіз соны нақты жазып алмасаңыз, бүгін мен мақсатқа жеткізер 3 нақты пунктты орындауым керек, 3 нақты қадам жасауым керек. Осы нәрсені сіз қағазға жазып алсаңыз, және сол пункт бойынша күнделікті нақты қадам жасайтын болсаңыз, онда сіз мақсатыңызға әлде қайда
тез жететін боласыз. Ал егер де сіз ондай қадам болмаса, сізде ондай жазу болмаса, мақсаттарыңызға жеткізер нақты 3 қадамыңыз болмаса, немесе нақты 5 қадамыңыз болмаса, сізде фокус внимания болмайды. Сіз біресе ананы жасайсыз, біресе мынаны жасайсыз, әйтеуір үйдің жұмысына кірісіп кетесіз, анау мынау, сонымен сіз вроде көп жұмыс жасадыңыз да, бірақ мақсатқа жеткізер қадам жоқ. Әйтеуір бірдеңе жасап жатсыз, бірақ ол сізді ешқандай результатқа алып келіп жатқан жоқ. Яғни Робин Шармның мынандай несі бар, формуласы бар, 20-20-20 деген. Таңертең тұрған кезде, бірақ оның формуласы кішкене басқаша. Мысалға таңертең міндетті түрде жүгіру керек, медитация жасау, нақты мақсатыңа қадам жасау керек. Бұл жерде сіз спортты, яғни нені тағы қосымша қоссаңыз болады, медитацияларды, ол да өте күшті әсер етеді. Негізі таңертең міндетті түрде жасау керек 9 әдет деген менде видео бар. Соны қараңыздар, ол жерде прям нақты белгіленген. Бірақ ол жерде мен кішкене ойладым да, 9 қадам таңертең адамдар үшін кішкене қиындау. Ол әсіресе таңертең ешқандай ритуал жасамаған адам үшін ол кәдімгідей үлкен жұмыс, және ол үлкен жұмысқа жету үшін бірден қиын. Сол себептен 3 қадамнан бастайық деп мен осы видеоны сол мақсатпен түсіріп жатырмын. 3 қадамнан кейін сіз сол қадамдарға жетсеңіз болады. Міндетті түрде таңертең жасау керек деп терсеңіз шығады міндетті түрде. Жалпы видеолардың бәрін ақтарсаңыз пайдалы ақпараттар өте көп достар. Яғни осы 3 қадамды сіз таңертең жасайтын болсаңыз, онда міндетті түрде сіз көптеген жетістіктерге жететін боласыз. Жетістік деген мақсат ол тек қана ақша емес, жетістік деген ол сонымен қатар денсаулық, ол отбасы бақыты, ол мақсат, ақша, и так далее, армандар деген сияқты кете береді.